Саясатта және бизнеста әйелдердің көшбасшылығы бүкіл әлемдік тренд. Қазақстанда бұл тренд қазір дамып келе жатыр. Бүгін біздің студияда Назгүл Мағжан, Қазақстанның әйелдер күштері альянсының Астана қаласы бойынша төрағасы және де Астана қаласының әкімшілігінің жанында әйелдер және отбасы демографиялық және саясат мәселелері бойынша төрағасының орынбасары келіп отыр біздің студияға. Назгүл ханым, қош келдіңіз. Иә, қош көрдік, Баян ханым, рахмет сізге шақырғаныңызға. Назгүл ханым, сіз осы гендерлік саясат, әйелдердің көшбасшылығы туралы мәселелермен көп жылдан бері айналысып келе жатсыз ғой. Осыған қалай келдіңіз, өзіңіздің тәжірибеңіз бойынша және өзіңіз туралы кішкене айтып кетсеңіз. Иә, рахмет Баян ханым. Жалпы әйелдерге қатысты, отбасыға қатысты біз әйелдерді отбасыдан ажыратып қарауға дұрыс емес деп ойлаймын. Енді жаңа айтып өттіңіз ғой, Астана қаласы әкімдігі жанындағы әйелдер істері және отбасылық демографиялық саясат жөніндегі комиссия, иә. Осы комиссия төрағасының орынбасары болып келем. Бұл атаудың өзі де бекерден бекер емес. Өйткені әр қазақстандық отбасының бастауы әйелден басталады деп ойлаймын. Енді әрине құлағымыз әбден үйреніп кетті кішкентай кезімізден. Әр отбасының ұйытқысы да әйел деп білеміз. Сондықтан әрине біз егерде жанашырлық танытып, осы елдің дамуына, осы елдің әрі қарай өркендеп көркеюіне үлес қосқымыз келсе, міндетті түрде ертеңімізді, тарихымызды ұмытпай, сонымен қатар болашағымызға да зейін салып, соған инвестиция жасап, еңбек етуіміз қажет деп білем. Енді жаңа сіз сұрап өттіңіз ғой, гендерлік саясатпен қалай айналысып кеттіңіз деп. Біз енді Баян ханым үлкен отбасыда тәрбиеленгеннен кейін, 12 баланың 13-шісі болып тәрбиелендім. Бұл ата мен әженің қолында өскеннен кейін, жалпы бізде кішкентай кезімізде не көрдік? Әйелге деген құрметті көрдік. Атамыздың, әкеміздің, біздің анамызға, әжемізге деген құрметті. Біздің қыз балаға деген еш уақытта бізге ауыртпалық түсірмей, ауыр сөз айтқызбай, тигізбей, сөз тигізбей, қол тигізбей өсіргеннен кейін, біз бұны отбасымызбен, отбасымызда тәрбиеленіп жатқан қыздармен норма ретінде қабылдадық. Енді біз ашық өстік, жаңағы жас өспірім болдық, студент болдық, нені көрдік? Үлкен әлемге, ғаламға шыққаннан кейін бүкіл отбасыларда осындай жағдай емес екенін көз жеткіздік. Студенттік кезде Баян ханым 2-ші курс оқып жүргенде бізде курстастар үйленді. Біздің бір курста оқитын бір қыз және 4-ші курстың баласы екеуі үйленгеннен кейін, жарты жылдан кейін жаңағы қыз бала оқуын тастап кетті. Кейін біз сұрастырып, хабарласып, қалай болды, жағдайы неге тастап кеттің? Өйткені өте жақсы оқып келе жатқан қыз еді. Кейін біліп жатсақ, жолдасынан таяқ жеп, соққы алып, бір көзіне зақым типті. Соны жаңа емдеймін деп шетелге барып, анда-мында барып, аяғы осы таяу арада, енді қанша дегенмен ондай оқиғалар естен кетпейді ғой. Сондықтан таяу арада біз хабарласып сұрағанда, шын мәнінде өмірі әрі қарай дұрыс болмағанын көрдік. Ол нені білдіреді? Сол кезде біз сен неге бірден ол кісіден кетіп қалмадың? Енді біздің кәдімгі қатардағы норма отбасында өскен, басқа нормамен, басқа стандартпен өскен балалардың бірінші реакциясы қандай болады? Сен соққы алып жатқан, жығылып, сені жаңағы ұрып теуіп жатқан отбасында сен қалай өмір сүресің? Ол қыздың айтқаны, ол мені жақсы көреді ғой, мен мүмкін аузымнан таяқ жедім деді. Енді қараңыз, жоғары білім оқып алып жүрген қыз бала, ол ертең үлкен мамандықтың иесі болатын қыз баланың ой өрісі сондай. Өткен ол айтады, мен мамамда шыдаған, мен негізі үйге қайтып барғам деді, бірақ мені мамам қайтарып жіберді. Ештеңе етпейді, бәріміз шыдадық, сен де шыдайсың деп. Енді аяғы неге алып келді? Қыздары жаңағы мүгедектік алып, бір көзінен айырылды сонында. Мен ойлаймын, осының бәрі өсе келе, әртүрлі жағдайларға тап болғаннан кейін, енді өзіңізді Баян ханым, жаңа өмірлік тәжірибеңізде көрген боларсыздар. Әйелдердің барлық отбасылар бірдей бақытты болса, барлық отбасылар әркелкі бақытсыз деді. Сондықтан түгелдей Қазақстандағы әр отбасы бірдей бақытты
емес екеніне көз жеткізгеннен кейін осы жұмыс істеп әртүрлі ұжымдарда істегеннен кейін бұның бәрі әрине адамға әсер етпей қалдырмайды. Сондықтан осыдан 7-8 жыл бұрын Қазақстан Республикасындағы ең үлкен іскер әйелдер қауымдастығына мүше болып кіргеннен кейін біздің төрағамыз Сәрсенбаева Раушан Біргебайқызымен танысқаннан кейін ол кісінің өмірлік миссиясына мен жалпы тәнті болдым. Өйткені өзінің өмірін қазақстандық әйелдердің, балалардың, отбасылардың дамуына үлес қосып ықпал жасайтын сонда бір миссияны ұстанып жүрген азаматшалардың бірі деп білдім. Сондықтан ондай адамдар, ондай модельдерді көргеннен кейін біз әрине шетте қалуға хақымыз жоқ деп ойлаймын. Өйткені бұл ел басқа ешкімге қажет емес. Шетелден келген азамат бұл елді гүлдендіруге, оны одан әрі дамытуға үлес қосқанымен, бірақ шын мәнінде дінімен, ділімен оған жаны ашымайды. Сондықтан Баян ханым, сіз бар, мен бар, тағы да біз сияқты белсенді азаматшалардың бастарын біріктіріп, қосып, осыдан 4 жыл бұрын, 19 қыркүйек күні 2019 жылы осындай жаңа Раушан Біргебайқызының бастамасымен Қазақстанның әйелдер күштерін альянсын құруға бел будық. Өзіңіз білесіз, ең басынан бастап біз болдық. Ең бірінші құрылтайында да болдық. Басында 140-қа жуық үкіметтік емес ұйымдардың басын қостық. Бұның жалпы әйелдер күштері альянсының басты мақсаты қандай? Отбасы, балаларға қатысты, әйелдерге қатысты осы салада жүрген үкіметтік емес ұйымдардың әртүрлі жаңа қоғамдық бірлестіктердің бастарын қосу еді. Өйткені әр жаңа үкіметтік емес ұйым әрине қызмет жасайды. Бізде өте көп осы салада жүрген әріптестеріміз, бірақ олардың жалғыздың үні шықпайды деді ғой. Сондықтан бастарын қосып, үлкен күш ретінде республикалық деңгейде бастарын біріктіріп, осы 4 жылдың ішінде өзіңіз білесіз, жаңағы саяси партиялар туралы заңға да өзгеріс енгізуге біз ықпал жасадық. Квази мемлекеттік ұйымдарда да мысалы әйелдердің 30%-ға үлесін, корпоративті басқару саласында да біз 30%-ға жеткізуге ықпал жасадық. Мысалы ұсыныс біз жасадық, әйелдер күштері. Мен ойлаймын, бұл кішігірім 4 жыл деген, енді баламен салыстырсақ, енді тай-тай басып келе жатқан бала сияқты ғой. Бірақ соның өзінде 4 жылдың ішінде де үлкен жетістіктерге жеттік деп ойлаймын. Назгүл ханым, онда осы Қазақстанның әйелдер күштері альянсының жобалар туралы айтып кетсек, мысалға әйелдердің көшбасшылар мектебі бар ғой. Соны өткіздік, сол туралы кішкене айтып берсеңіз. Баян ханым, бұл жаңағы көшбасшылар мектебін туралы айтпай, бірінші әйелдер күштері альянсының бір бағыты ол ақпараттық түсіндірме жұмыс жүргізу. Профилактика, алдын алу деді ғой, әртүрлі теріс әрекеттердің. Осы орайда жаңа енді Раушан Біргебайқызының бастамасымен ол кісі қандай ұсыныс жасады? Біз толыққанды өзі қалыптасқан азаматтармен жұмыс істеуден тыс енді өсіп келе жатқан жас өспірімдер, әлі де милары еш нәрсеге уланбаған, әлі де оларды азаматтық тұлға ретінде қалыптастыруға ықпал жасайтын сондай бір инструменттерді ойлап шығарайық дегенде, осы мектеп қатарлы оқушылардың арасында жас көшбасшылар мектебі жобасын іске асыруға бел будық. Бұл жобаның мақсаты қандай? Бұл жерде әлі де енді қалыптасып келе жатқан жас өспірімдерге шын мәнінде қазақстандық отбасы қандай болу керек? Әйелдің орны қандай, ер адамның орны қандай, балалардың рөлі қандай, бірін-біріне деген қарым-қатынасы қандай болу керек екендігін осы мектеп арқылы біз көрсетуге тырысып келеміз. Келесі саты жақсы жасөспірім болдық дейді. Енді ол не істеді? Өседі, ересек болады, өзінің сүйгенін табады, жар табады, одан отбасы құрады. Отбасылық іштегі саясатты қалай қалыптастыру керек? Біз әйел келін болып барғаннан кейін, біреуге жар болып барғаннан кейін, ер адам біреуге тіреуші болып, ер азаматы болып барғаннан кейін, көп отбасыларды біз ата-аналардың енді біздің менталитет деп айтпай қойын, бірақ көбінің жағдайы қандай? Біз баланың
өсіре келе кішкентай жаңағы киім алуын араласамыз, қандай гаджет қарап жатсын оған араласамыз. Бірақ әйел жар таңдауда, өзіне ер азамат таңдауға, ертең отбасы болғаннан кейін қандай отбасы болатындарына біз не істейміз? Араласпаймыз. Өзіңізді білесіз, Баян ханым, сізді бір отбасының түтін түтіп отырған келіншексіз ғой. Бізде көбінесе ата-аналар ары қарай не істедін, әйтеуір үйге қайтып келме болды. Ең бастысы бізді жібергенде не айтады? Артына қарама, қайтып келме болды. Одан ұят болады. Иә, ұят болады. Сен қалай тұрып жатсың? Сен жақсысың ба, тоқсың ба, ашсың ба? Әйтеуір сол үйге, бізде қазақта бір маған ұнамайтын бір сөз бар. Жаңа еті менікі, сүйегі сенікі де ма? Жаңа құдаларына сөйтіп қыздарын беріп жібереді. Үйтіп беретін біз товар емеспіз. Сондықтан жаңағы осы Қазақстан әйелдер күштерінің альянсының тарапынан жас көшбасшылар мектебінен кейін жаңа көшбасшылар қалай айтсам екен, школа женского әйелдердің саяси көшбасшы мектебі. Әйелдердің саяси көшбасшылар мектебін қалыптастыруға біз бел будық. Бұл мектепте біз не туралы айтамыз? Бұл академия емес, бұл институт емес. Бірақ бізде қоғамда белсенді, өзінің үлесін қосқым келеді. Мен жаңағы бейжай қарамаймын, осы қоғамға мен қызмет жасаймын деген, жалпы қоғамда болып жатқан әрекеттерге мен олардың жақсаруына, өзгеруіне ықпал жасаймын деген келіншектерді біз сол мектепке шақырамыз. Енді осы орайда айта кетейін, таяу арада Астана қаласында Астана қаласының тұрғындарына, қыз келіншектеріне құлақ қағыс болсын. Бізде Астанада осындай мектептің ашылуы болады осы таяу арада. Біз тағы да қосымша парақшалардан көре аласыздар. 2023 жылы осы біздің әйелдер көшбасшылық мектебінде 300-ден астам бүкіл Қазақстан бойынша әйелдер сабақ алып, дәріс алды. Сол 300 әйелдің 134-і әртүрлі саяси, депутаттық рөлдерге өтіп отыр. Менің ойымша бұл өте жақсы нәтижелер. Әрине, Баян ханым. Өткені бұл мектепте мен талай өзімізді қатысты қойшыне. Келіп оқып кеткен, дәріс алып кеткен әйелдердің, қыз келіншектердің өмірлері 180%-ға өзгергенін біз өзіміз куә болдық. Өткені әрине бізде әбден біз жаңағы саяси көшбасшылыққа өтпей тұрып, жалпы біз стереотиптерден арылу, сосын жаңағы біздің қоғамда әбден осы орын алған әртүрлі әйел адам ошаққасында тұру керек. Біз әлі мемлекетте осыны әңгіменің төңірегінде жүргізіп жатырмыз. Мен ойлаймын, бұл мектептен оқып шыққаннан кейін басты мақсаты қандай? Әр әйелге өзінің осы қоғамдағы рөлін көрсету, сосын өзінің дауысы арқылы, әрекеті арқылы, бейжай қарамайтын өзі мінезі арқылы, әртүрлі инструменттер арқылы қоғамға тиесілі еңбек етіп, оның өзгеруіне ықпал жасауға біз итермелейміз. Өйткені мен ойлаймын, жаңа айтып өттіңіз ғой, 100 жартысынан көбі енді әртүрлі сатыларға, маслихат депутаттары болды, әртүрлі деңгейде. Ал қалғандары да тыс қалып жатқан жоқ. Олар қоғамда әртүрлі белсенділік танытып, мысалы кейбіреулері үкіметтік емес ұйым құрып жатыр. Біз неге азаматтық секторда әйелдердің саны өте көп? Өйткені біз енді таңертеңнен кешке дейін жұмысқа баруымыз сәл қиындау. Өйткені бала бар, әртүрлі бір міндеттеріміз бар деген сияқты. Сондықтан осы мектептің аясында да әйелдердің жолы болып, біздің қоғамда қаншалықты көзі ашық, көкірегі ояу, жалпы білімге құштар, сондай бір жаны ашитын келіншектердің басы көп болса, мен ойлаймын, біздің қоғамда да оң өзгерістер көп болады деп. Назгүл ханым, жаңа мысал туралы айтып жаттыңыз ғой, осылай студенттік досым деп. Қазір осы жақында Дәстүр деген фильм шықты ғой. Осы сол фильмде осы мәселелер жақсы өте көрсетілген. Сол фильм туралы өз ойыңызды айта кетсеңіз. Мен Дәстүрге міндетті түрде әрине бардым. Өйткені осы отбасы әйел мәселесіне қатысты, ұлттық құндылықтарға қатысты тақырыпқа өте көп жазамын, айтамын, сұхбаттар беремін, бірақ Дәстүрге арнайы бардым. Мен не көрдім Дәстүрде? Біздің қоғамда болып жатқан, біз өзімізге
шындықты айтуға бара бермейміз. Біз не Қорқамыз. істейміз? Қорқамыз. Біз не істейміз? Бәрі жақсы. Бізде бар, бірақ біз айтамыз, бір оңтүстіктің бір түбінде, бір солтүстіктің бір түкпірінде, бірақ әйтеуір біздің жанымызда айтады, орыстар айтады, на расстоянии вытянутой руки, біз ондай мәселелерді көрмейміз деп өз-өзімізді алдаймыз. Көргіміз келмейді өйткені. Иә, сосын мен дәстүрге барардың алдында отзыв деді ғой, енді пікірлерді оқыдым. Иә. Не айтады екен халық, қалай қабылдады екен? Өте көп пікір қалдырыпты, арасында даттайтыны бар, жақтайтыны бар, әртүрлі пікірлер болды. Мен ойлайдым, теріс пікірлерді оқыдым. Адамдар неге бұлай жазады? Өйткені әр адам өзінің деңгейіне қатысты, өзінің жаңағы болмысына қатысты қабылдайды ғой мәселені. Дәстүрге барғаннан кейін мен не көрдім? Бұл жерде шындықты көрдім. Негативті пікір неге көп қалдырды? Өйткені біз кинода көргенімізді қабылдауға, өз-өзімізге шындықты айтуға дәтіміз бармайды. Сосын әрине пікірімді жаздым әлеуметтік желіде. Маған да өте көп әртүрлі пікір жазып, комментарийлер қалдырды. Жоқ, сіз түсінбейсіз, бізде ондай дәстүр жоқ дейді. Ол дәстүр жоқ бізде, бірақ ата-аналардың кейде қоғамдық пікірден аттап өте алмай, өзінің жеке басын, эгосын сақтап қалу үшін қыздарын сондай бір тағдырға қиып кетіп жатады. Енді біз қазір 21 ғасырда тұрып жатырмыз ғой. Соның өзінде қазір әлі Қазақстанда қыздарды алып қашу мысалға. Бар. Ол да мәселе бар ғой. Ондай стереотиптер негізінен өте көп. Иә, бұндай жағдайға неге жол беріліп жатыр Баян ханым? Жаңа айттым ғой, енді Қазақстан әйелдер күштері альянсының тарапында жас көшбасшылар мектебі. Егер де мектеп қатарындағы балаға біз үйретпесек, сен қыз балаға қол көтеруің керек. Ол стандарт, ол норма. Қыз балаға біз не үйретеміз? Саған ешкімнің жаңа қол сұғып, саған бір әртүрлі теріс әрекет жасауға хақысы жоқ. Ата-ана болсын, туыс, көрші, кім болса да саған ешкім қол тигізіп, тіл тигізуге хақысы жоқ деп үйретсек, осы нормада біз балаларды тәрбиелесек, олар ертең ересек болғаннан кейін ол қыз бала не істейді? Ол әрине өзінің құқығын қорғап қалуға, сақтап қалуға әрекет жасайды. Мен ойлаймын, алып қашу қай ситуацияда болады? Бұл жерде білімнің таяз болғаны, құқықтарын білмеуі, сосын өздерінің жеке басына деген сүйіспеншілігінің өте төмен болуы деп ойлаймын. Өйткені біз өзімізді, енді әйел заты мысалы, өзін қалай айтсам екен, әйел заты өзін бағалау деңгейі жоғары болса, ондайға жол бермеуге тырысады. Ал енді ер азаматқа қатысты келетін болсақ, ер азаматтың танымайтын, әлі ешқандай сезімі жоқ, келісімі жоқ қыздарды алып қашу деген, ол әбестік, ол айуандық, жалпы басқа адамға, басқа тұлғаға деген жасаған сондай бір теріс әрекет деп қабылдаймын. Өйткені біз жаңағы жас көшбасшылар мектебінде болсын, саяси көшбасшылар әйелдер мектебінде болсын, біз не туралы айтамыз? Ұлттық құндылықтарды сақтамай, бірін-біріне деген сыйластықты сақтамай, біз еш уақытта зайырлы, жоғары дамыған мемлекет құра алмаймыз. Сондықтан егер де біз стандартты құқықтарды оларды сақтай алмасақ, одан жоғары дамыған 10-15 дамыған жоғары деңгейде дамыған елдердің қатарынан біз бүгін ертең көрінбейміз. Назгүл ханым, біз осы Қазақстанның әйелдер күштері альянсы зорлық-зомбылық мәселелерімен айналысамыз ғой. Негізінен бұл өршіп тұрған өте бір сондай мәселе. Күніне мысалы статистика бойынша 300-400 тек қана заявление түсіп жатады екен біздің осы прокуратураға, ішкі істер министрлігіне. Сонда бұл неге өршіп тұр? Қалай ойлайсыз, неге зорлық-зомбылық осы біздің елімізде қазір бір өте сондай мәселе болып тұр? Иә, Баян ханым, енді жиі естиміз ғой, соңғы жылы өсіп кетті, өршіп кетті деп. Мен ойлаймын, бұл тұрмыстық зорлық-зомбылық үнемі болған жайт негізі. Соңғы 30 жыл болсын, 40-50 жыл болсын, бұл әр адамды түртіп қалсан, әр адам есінде біздің көршіміздің көзі көгеріп жүрген, біреудің ұрған, соққаны біз енді өтірік айтпай естіген жоқпыз деп естідік.
әр ауылда болған жайт, қалада болған жайт. Сосын туысқандарымыз, бір келіндеріміз зәбір көріп жатса, бұрын аналарымыз тоқтататын, әйтеуір отбасын сақтап қал. Шыда, бір-екі рет ұрады, болды, қояды деген сияқты әрқайсымыз естідік. Енді соңғы жылдары неге өршіп кетті? Өйткені әйелдердің санасының оянып, жоғары қазір жаңа таяз бір деңгейден өздеріне деген бағалау деңгейі өскенін белгісі деп ойлаймын. Өйткені біз қазір әйелдерге көбінесе әрине біз әртүрлі пікір естиміз. Осы әйелдер сіздер бастарыңды көтеріп, соңғы 2-3 жылда әртүрлі қоғам құрып алдыңдар деген енді сіз де еститін боларсыз. Мен ойлаймын, қайта сіздер қуаныңыздар, ер азаматтар. Өйткені ертең болашақта сенің үйінде отырған келіншегің, қызын, жақсы сен келіншегіңді сыйлама, жақсы сен көршіңді сыйлама. Бірақ осы қоғамда сенің қызың өсіп келе жатыр. Ертең осы норма деп қабылдаған қоғамда, ұрып соғу, жығу деген қоғамда өмір сүріп жатқан сенің қызын ертең біреуге 3-ші, 4-ші әйел болып, немесе біреуге тоқал болып, немесе біреудің соққысынан көз жұму да мүмкін. Сондықтан мен өте қуантады, жаңағы күзде жан түршігерлік жағдай болды ғой салтанатқа қатысты. Осы орайда ер адамдардың бас көтеріп, біз де қолдаймыз, біз бұндайға тұрмыстық зорлық-зомбылыққа жол бермейміз деген әрекеттері мені қуантты. Өйткені қоғамда болып жатқан бір догмаларға біз қазір тыйым салып жатырмыз. Бұл тұрмыстық зорлық-зомбылық неге өршіді тағы да, Баян ханым? Мен ойлаймын, біз әбден шынына жетіп, бір орыстар айтады ғой, каждый кризис точка роста деп. Біздің Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев соңғы 2 жылда жалпы әйелдердің қоғамдағы рөліне байланысты, тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қатысты өте жиі айтып жатыр. Әр үндеуінде болсын, әр өзінің бір халыққа деген бір сұхбаттарында болсын, соңғы сұхбатында да оқыдым. Әйелдердің абыройына, әйелдердің рөліне аса назар аударыңдар дегені, мысалы, мені қуантты. Өйткені біздің президенттің көзқарасы дұрыс деп ойлаймын. Осы орайда біз Қазақстан әйелдер күштері альянсына өзім жеке шақырамын. Жалпы бейжай қарамайтын, осы қоғамда өзгеріс енгізем деген келіншектердің басын қоссақ, мен ойлаймын, нұр үстіне нұр болады деп. Осы отбасылық құндылықтарды сақтап қалу, және де осы зорлық-зомбылықты профилактика, алдын алу дейді ғой. Сол үшін не істеу керек біздің қоғамда? Осы отбасымен қалай жұмыс істеу керек деп ойлайсыз? Баян ханым, жалпы біздің мемлекетте соңғы жылдар өте көп бағдарламалар қабылданып жатыр. Рухани жаңғырудан бастап әртүрлі, енді айтпай қойын, локальны әртүрлі бағдарламалар бар, іске асып жатыр. Біреу оң болып жатыр, біреу теріс болып жатыр, әртүрлі, оны зерттеп жатқан ешкім жоқ. Бірақ жаңа сіздің сұрағыңызға жауап беретін болсам, бізге шетелден алып келген бағдарлама қажет емес. Біз өзі қоғамның ішінде іріп-шіріп жатқан отбасылардың деңгейін дұрыстап алуымыз керек. Өйткені біз бұл енді мемлекетті үй деп алатын болсақ, үйдің ішін жинамай, үйдегі төсек дұрыс жинамай, үйдегі отбасын, әйел мен ердің, бала мен әкенің, бала мен шешенің ортасында қарым-қатынасты реттемей, біз сыртқа шығып үйдің ауласын сыпырудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Енді былай қарапайым сөзбен айтқанда. Осы орайда біз мемлекетті, бір қоғамды, отбасыны бір организм деп алатын болсақ, қазіргі таңда организм қан жоталап, әр жерін бір сондай бір іріндеп жатқан организм деп көрем. Осы орайда жаңа Қазақстан әйелдер күштері альянсының тарапынан болсын, біз сияқты мүмкін тағы да ұйымдар шыға ма, мен оған өте оң қараймын, қуана қараймын. Өйткені отбасы мәселесі қазіргі таңда бір мемлекеттік деңгейде қаралып жатқан мәселе. Ол да қуантатын жайт. Өйткені саясаттың дұрыс болып жатқанның белгісі деп ойлаймын. Енді сіздің сұрағыңызға тікелей жауап берсем, біз үйдегі баламызбен сөйлесіп, жалпы ата-анамызбен болсын, жолдасымызбен болсын, жанында жүрген әріптестерімізбен болсын, осы жерде отырған, жаңа түсіріп отырған әріптестерімізбен қарым-қатынасты реттеп алуымыз қажет деп ойлаймын. Сондықтан біз аспаннан еш нәрсе түсірмей,
күтпей үйдегі болып жатқан жағдайларды реттеп алмай сыртымызды әрлегеннен пайда жоқ деп ойлаймын. Енді көзбояушылықпен айналыспай қойайық. Бірақ қазір осы президент айтып кетті ғой, осы заңды қатайту керек. Тек қана заңды қатайтсақ бұл енді мәселе шешілмейді ғой. Профилактика жасау керек, алдын алу керек. Негізінен отбасымен осындай дәстүр сияқты фильм арқылы менің ойымша идеологияны өзгерту керек. Осы стереотиптерді өзгерту керек сияқты. Жаңа дәстүрге келетін болсақ, Баян ханым, бұнда кинолардың негізі Қазақстанда отандық кино дамып жатыр деп айтамыз ғой, көп шығып жатыр. Бірақ осы кинолардың жан жағында бізде аналитика жасап, халыққа ең негізгі қажетін жеткізетін азаматтардың аз болғаны мені сол қынжылтады. Өйткені енді қоғамда әртүрлі деңгейлі адамдар бар ғой. Біреу былай қабылдайды, біреу, орыстар айтады ғой, можно всегда на любой ситуацию смотреть с высоты птичьего полета, дейді, с высоты человеческого роста и с мышиной норы, дейді. Сондықтан әр адамның деңгейі әртүрлі ғой, бірақ әр аудиторияға, біз мақсатты аудиторияға жеткізіп, сол тілде сөйлейтін, кәдімгі сөзін жеткізе алатын сапалы, саналы эксперттердің полын жаңағы реттеуіміз қажет деп ойлаймын. Бұл енді мемлекеттің тізгін ұстап жүрген азаматтарға алтын сырға ретінде айтарым. Өйткені халыққа кино шықты ма, киноның бұрысын, дұрысын, оның маңызы неде, бұл киноны шығарып жатқан азаматтарға да бір ұсыныс ретінде. Өйткені әр адам өзі қабылдау деңгейі де әртүрлі. Оны аналитика жасауға қабілеті бар ма жоқ па, ол екінші сұрақ. Сондықтан осындай эксперттердің, шын мәнінде эксперттердің болғаны дұрыс деп ойлаймын. Халық тілінде түсіндіре алатын, жай сөзбен айтып, мысалға, сондай азаматтар болса. Өйткені біз жарнама көргенде біз нені көреміз? Сыртқы картинканы ғана көреміз. А бұл картинканың артында түпкі тереңде қандай мақсат бар? Екінің бірі оны ажырата алмай жатады. Өте дұрыс айтасыз. Осы Қазақстанның әйелдер күштері альянсының басқа жобалар туралы айта кетсек, осы корпоративтік басқару жобасы бар ғой бізде. Сол жобаны кішкене айтып берсеңіз. Корпоративті басқару дегенде, енді басында айттым ғой, Қазақстан әйелдер күштері, біз әр мақсатты аудиторияны қамтуға тырыстық. Жаңа балалар жасында болсын, ересектері болсын, оның сыртында іскер әйелдері болсын, мемлекеттік емес ұйымдары болсын. Сонымен қатар біздің елдің тізгінін ұстап жүрген корпоративті секторда жұмыс істеп жүрген әйелдердің көп болғанын біз қалаймыз. Саналы және де білікті әйелдердің. Әйтеуір көбінесе біз критикаға тап болып жатамыз. Қандай болса да сапалы, сапасыз әйелдердің өткенін біз қаламаймыз дейді ер адамдар. Мен айтам, оны міндетті түрде ондай деңгейде жұмыс істеу, санасыз, біліктіліксіз, кәсіби болмаса, әйел өз жерде жұмыс істей алмайды. Сондықтан біз корпоративті сектор дегеніміз не? Ол біздің мемлекеттің сыртқы болсын саясатын, ішінде болып жатқан саясатын бір жоғары деңгейін тізгін ұстап жатқан азаматтар ғой. Соның ішінде сөзін өткізе алатын әйел қауымы көбірек болса деген бізде бір сондай ұсыныс болды. Осыдан 2-3 жыл бұрын оны шүкір енді Қазақстан Республикасының президенті оны қабылдады, мемлекеттік деңгейде айтты. Арнайы корпоративті секторда әйелдер қауымының 30%-дан кем болмау деген үкімді шықты. Оған өзіңіз де куәсіз. Сондықтан бұл 30%-бен шектелмей әйелдердің саны одан әрі өссе екен деп ойлаймын. Былтыр біз 2023 жылы Қазақстан әйелдер күштері корпоративті секторда жұмыс істеп жатқан квазимемлекеттік ұйымдардың ішінде әйелдердің басын жинап бір ауқымды оқыту жүргіздік. Осы оқытудың нәтижесінде біз не көрдік? Көбінесе ондай деңгейде істеп жүрген әйелдердің де өз орнын білмей жатады. Ары қарай мен қалай өссем, мен қайда өссем, мен болды келдім бе орынбасар болып отыра берем, бірақ осы оқудан кейін мен өз біліктілігімді, кәсіби деңгейімді жоғары екенін танып, біліп,
ары қарай мен неге бірінші жетекші болмасқа деген әртүрлі енді жағдайларға бізде тап болдық. Мен ризамын, өйткені Қазақстан әйелдер күштері арқылы талай әйелдің, келіншектің тағдыры оң өзгерістерге тап болып жатыр. Енді біз статистиканы қарасақ, бізде корпоративтік секторды тек қана 14-тен 17%-ке шейін ғана жетеді екен. Осыны 30%-ке жеткізу үшін біз арнайы әйелдердің басын қосып осы тренингтер өткіздік. Болашақта осы біздің өткізген осы бағдарлама тренингтердің нәтижесі болашақта болады деп сенемін. Және де осы біз тренингтерді жалғастырамыз деп ойлаймын. Енді тағы да айтып кетсек, осы біз Қазақстан әйелдер күштерінің альянсының проектілері деп жатырмыз ғой. Сол жерде бізде осы саясаткер әйелдер клубы бар ғой. Мен енді өзім осы альянста бірге енді біз жұмыс істеп жатқан соң осы саясаткер әйелдер клубы туралы айтып кетсеңіз, оның ішінде кім бар, не істейді, қандай жұмыстар, қандай жобалар істеліп жатыр? Біз Баян ханым жаңа айттым ғой, Қазақстан әйелдер күштерінің ерекшелігі неде? Біз кешегімізді ұмытпай, үлкенге сыйластық көрсете біле, кішіні жаңағы үйрете біле, сондай бір экологиялық принциптерді ұстанған қоғамды құрып жатырмыз. Оның нәтижесін бүгін мүмкін көреміз, ертең көреміз, мүмкін біздің балаларымыз көреді. Осы орайда Раушан Біргебайқызы бізге не айтты? Біз егер де өз тарихымызды, біздің қоғамға үлесін қосқан 30 жылда тәуелсіздік алған беттен бері осы елдің тізгінін ұстап жүрген, билікте жүрген сондай бір өз санаулы азаматша ғой, бізге былай қарап тұрсан, бетке ұстар. Сондықтан Астана қаласы туралы айтып кетейін. Бізде мысалы Бірганым Айтимова деген кісі, Асима Абимендина, Светлана Жалмагамбетова, осындай деңгейдегі саясаткерлер бар біздің жаңағы саясаткерлер клубында. Біз олардан не сұраймыз? Біз әрине аспаннан кеше аяғым салбырап түскен жоқ, өмірлік тәжірибеміз бола тұра, бірақ мемлекеттік биліктің тізгінін ұстап жүрген әйелдерден біз әрине кеңес сұраймыз. Өйткені олар әртүрлі қыр сырын білген, отбасы мен саясатты бірге қатар алып жүрген келіншектер. Олар біздің мемлекеттің осы деңгейге дамып жетуіне қосқан үлестері зор деп ойлаймын. Сондықтан олардан біз ара-тұра кездесіп міндетті түрде кеңес сұраймыз. Біз дұрыс бара жатырмыз ба, біз бұрыс бара жатырмыз ба? Мүмкін біз енді максималистпіз ғой. Қазақстан әйелдер күштері альянсы қазір енді билікке жіберсең, мүмкін үлкен реформа жасаймыз дегенде бір әртүрлі ішімізде бір нелер болады, енді ұсыныстар болуы мүмкін. Бірақ оны іске асыруда біз қандай проблемалармен, қандай бір кедергілерге тап боламыз, сол кісілермен біз әрине ара-тұра кеңесіп, олардың салып берген ізімен, жолымен жүруге тырысып келеміз. Сондықтан ол кісілерге үлкен ризамын, рахмет айтам, өйткені өз уақыттарын бөліп, жаңа өкшелерінен басып келе жатқан біз сияқты жас қыздарға өздерінің кеңестерін еш уақыттарын қиып беруге дайын тұрады. Сондықтан сіздерге үлкен рахмет. Онда Назгүл ханым, біз осы Астана қаласының әкімшілік жанында комиссия туралы кішкене айтып кетсек, комиссия сонда қандай жұмыс атқарады, қиын жағдайға түскен әйелдерге қандай көмек көрсетеді, отбасыларға қалай көмек көрсетеді, сол туралы кішкене айтсаңыз. Осыдан біраз жыл бұрын Қазақстан Республикасы президенттің жанында әйелдер істері және отбасылық демографиялық саясат жөніндегі ұлттық комиссия құрылды. Өзіңіз білесіз, біздің елде бұл комиссияның, ұлттық комиссияға Аида Ғалымқызы Балаева жетекшілік етеді. Осы комиссияның енді қарапайым сөзбен айтқанда территориалды өкілдіктері бар. Астана қаласы бойынша бізде төрағамыз қала әкімінің орынбасары Байкен Есетберікұлы, сол кісінің комиссия жұмысы бойынша мен орынбасары болып келемін. Бізде басты мақсатымыз қандай? Қоғамда болып жатқан градусник ретінде ғой, енді қоғамда болып жатқан әртүрлі жағдайларға көзқарас қалыптастыру, немесе қалыптасқан көзқарасты біз басқа арнаға бұрып, дұрыс арнаға бұруға ықпал жасауға қызмет жасаймыз. Енді оның әрине жұмысы өте ауқымды. Біз жаңа қоғам дегеніміз ол не? Ол кішкентай баладан еңбектеген қарияға дейін
қоғамның мүшесі ғой. Сондықтан біз тек әйел мен отбасы деп бөлмейміз. Бұның ішіне бала да кіреді, бұның ішіне мүгедек те кіреді, бұның ішіне қария да кіреді, бұның ішіне әртүрлі қоғамда кім бар, соның бәрі кіреді. Сондықтан Астана қаласы әкімдігі жанындағы комиссия құрамы 31 адамнан тұрады. Өзіңіз де мүшесіз, білесіз. Біз әр саладан жаңа сөзін өткізе алатын, қоғамда өзінің орны бар, сондай сыйлы азаматшалардың мен азаматтардың басын қосуға бір ықпал жасадық. Енді әрекет жасадық. Халыққа сөз өтетін. Иә, сондай бір абыройлы бір азаматшалардың басын қосуға тырыстық. Әрине бұл комиссия құрамы ара тұра бізде біреу енді көшіп жатады, біреу кетіп жатады, әртүрлі жағдайларға байланысты. Бұл консультативті кеңес беруші орган ғой. Сондықтан біз жаңа ай сайын бір рет жиналып тұрамыз. Сосын қоғамда болып жатқан әртүрлі жағдайларға өзіміздің пікірімізді қалыптастырып, оны мысалы заң тұрғысында мүмкін қандай өзгерістер енгізу керек, ұсыныстарды жіберіп жатамыз мәжіліске, ұлттық комиссияға жіберіп жатамыз. Астана қаласы осы жағымыз осал болып жатыр. Мүмкін ұлттық құндылықтарға қатысты осы саланы қамтиық. Мысалы, әртүрлі дінге байланысты, енді Астана қаласы болғасын, өзіңіз білесіз, миграция өте жоғары. Бізге келіп кетіп жатқан азаматтардың саны үнемі өзгеріп тұрады. Енді біз жоспар бойынша 1 миллион дедік па, осыдан 10-15 жыл бұрын, қазірдің өзі 2 миллионға таяп қалдық. Сондықтан Астанадағы комиссияның жұмысы өте ауқымды. Кейде төрағаның біздің тапсырмасы, бастысы, ешкім назардан тыс қалмау керек. Әр сатыдағы адамдармен, азаматтармен сіздер жұмыс істеуіңіз қажет деген тапсырма қойды. Соны орындап келе жатырмыз. Біз не істейміз? Студенттермен кездесеміз. Ұлттық құндылықтарға қатысты соларға жаңа дәріс оқимыз, кездесулер жүргіземіз. Сосын мысалы ажырасу үрдісінде жүрген жас жұбайлармен кездесеміз. Мысалы әртүрлі қиын жағдайларға келген қыз келіншектермен, ер адамдармен кездесеміз. Сосын айына бірнеше мәрте біз міндетті түрде Астана қаласы жанындағы комиссия мүшелері қабылдау жүргізеді. Өзіңіз де қабылдауда болдыңыз, көрдіңіз. Қандай қоғамда өршіп тұрған мәселелер бар, біз соларға сараптама жасаймыз. Әр ай сайын болатын жаңағы отырыстарда міндетті түрде төрағаға біз айтамыз, осындай мәселе қазір қиын болып жатыр, мектепке орналастыру қиын болып жатыр, балабақша болсын, әртүрлі осындай жаңа көп балалы аналар осындай сұрап жатыр, мүгедектігі бар азаматтар осындай жағдайлар болып жатыр деп кәдімгі ол кісіге біз хабардар етіп отырамыз. Және де қолымыздан келгенше көмек жасаймыз. Әрине, міндетті түрде алдымызға келген әр азаматқа міндетті түрде комиссия мүшелері қолдау көрсетуге тырысады. Бұл біздің басты жұмысымыз болмаса да, бірақ адами тұрғыда ешкім қолдарын қайтармайды. Назгүл ханым, сіз осы енді Астана қаласының мәслихатының депутаты болдыңыз ғой. Өзіңіз осы көшбасшы әйелсіз. Осы сіз қандай қиыншылықтармен осылай алдыңызда болды? Сол туралы айтсаңыз. Енді Астана қаласының 7-ші шақырылым депутаты болдым. Енді мәслихат депутаты мен мәжіліс депутатын арасында айырмашылық ай мен көктен, ай мен жерде дейді. Өйткені мәслихат депутаты бұл ақысыз жұмыс. Өз негізгі жұмысынан тыс қоғамдық жұмыс ретінде жұмыс істейміз. 2 жылға жуық мен болдым. Ең бастысы жалпы қиын болды деп айтпаймын. Негізі әйел адамға жұмыс істегенде ең басты қиындық ол не? Балаларынан уақытты жырып, жаңағы жолдасына назар аудармау, үйдегі бір жұмыстардан тыс қалу деген сол жағынан қиындық туғызбаса, бұл қоғаммен жұмыс істеу маған өте ұнады. Өйткені басында мүмкін әріптестердің тарапынан бір түсініспеушіліктер болды, әртүрлі түсініспеушіліктер болды, бірақ менне басты қағидам ол қандай? Егер де сен халық қалаулысы ретінде осы жұмысты мойнына жүк ретінде, жауапкершілік ретінде алдым ба, оны абыроймен ары қарай жаңа іске асыруым қажет. Халық ол мен, халық ол сіз, халық ол жерде отырған әріптестер. Сондықтан бекерден бекер ешкім
өзінің үйінің жанына бір тағы да бір үй соғып бер деп айтпайды. Биліктің тарапынан қандай да бір олқылықтары болсын, жетіспеушіліктері болсын, халық соған наразылығын білдіріп, халық қалаулысы жаңа билік пен халықтың ортасында болып жатқан көпір ғой. Сол көпір арқылы мысалы билікке жеткізу инструменті деп қабылдаймын. Сондықтан әр халық қалаулысы осыны білген абзал деп ойлаймын. Осы Қазақстандағы әйелдердің саясат жөнінде көбірек осылай қатысса, көп көшбасшы әйелдер көбірек болса, сол үшін жағдайды жақсарту үшін қандай шаралар жасау керек сіздің ойыңызша? Енді мен мемлекеттік деңгейде айтпай ақ қояйын, Баян ханым. Қалалықтан. Қалалық болсын, енді айтады ғой біздің Раушан Біркебаевна, мысли глобально, делай локально дейді. Дұрыс айтасыз. Біз мысалы масштаб түрде ойласақ та, бірақ оның бәрі күнделікті бір күйбең тіршілікке тіреліп жатады ғой. Сондықтан Баян ханым, сіздің ертең сіз де Құдай алжысы ене боласыз. Келіңіз мысалы көшбасшы болам, мама мен осындай жасаймын, мен осындай елдің алды болам дегенге, соған дұрыс ұлыңызда көзқарас қалыптастыру қажет деп ойлаймын. Өйткені қанша дегенмен балаларды кім тәрбиелейді? Ана тәрбиелейді. Егер де біз қазірден бастап баламызға жоқ сен ертең үйленесің, оны ұрасың, жығасың, ол дұрыс, әйел шыдайды деп тәрбиелесек, бала соны қалыптастырып миына норма ретінде қабылдайды. Сондықтан бізге бұл орайда не қажет? Әр анаға, әр ата-анаға қазірден бастап баласына дұрыс тәрбие беруге әрекет жасауымыз керек деп ойлаймын. Және біздің осы көшбасшылық мектебіміз бар ғой, әйелдерге арналған. Сол мектеп арқылы да біз енді өз үлесімізді қосып жатырмыз ғой. Әрине, болашақта көшбасшы әйелдердің пулын қалыптастыру, жаңағы сарапшылар пулын қалыптастыру, бейжай қарамайтын көшбасшы әйелдердің жаңағы билікке тізгінін ұстай алатын әйелдерді қалыптастыру, ол Қазақстан әйелдер күштері альянсындағы жаңа саяси көшбасшылар әйелдер мектебі арқылы жасап жатырмыз. Сондықтан егер де келіп осы жұмысқа араласам деген келіншектер болса, таяу бастау алатын мектепке келіп қатыссаңыз болады. Осы біздің бағдарламамызды енді көп жастар, келіншектер, қыздар қарап отыр ғой. Соларға осы бір-екі лайфхак, бір-екі осындай немене берсеңіз, кеңес берсеңіз өзіңіздің атынан. Енді Баян ханым, біз кеңес дегенде үнемі анамыздың бір айтқан сөзі бар. Сіздер өмірді бір-ақ рет өмір сүресіз. Енді қазақтар бекер айтпады, қас қағым сәтте өмір өтіп кетеді. Осы өмірде артыңыздан қоғамға пайдалы іс жасап, отбасыңызды біз пайдалы іс қашан жасай аламыз? Біз отбасымызды реттеп, балаларымызды дұрыс тәрбиелеген жағдайда жасай аламыз. Сондықтан адамгершілік танытып, патриотты, ұлтжанды ұрпақ тәрбиелеуге тырысуымыз қажет деп ойлаймын. Назгүл ханым, көп рахмет. Бүгін біз осы Қазақстан әйелдер күштері альянсының әлемді өзгертетін әйелдер жобасы бізге осы канадалық елшілік қолдап отыр. Көп рахметімізді айтамыз. Және де біздің осы ары қарай YouTube каналымыз, подкастымыз даму үшін сіздердің сұрақтарыңыз, комментарияларыңыз, лайктарыңыз керек. Қолдауларыңызды сұраймыз. Келесі жолы кімді көргілеріңіз келеді, осы спикер ретінде сол туралы жазып отырсаңыздар жақсы болар еді. Назгүл ханым, көп рахмет. Сізге де рахмет, Баян ханым. Мен өзім жеке қарап отырамын. Өте үлкен ауқымды ақпаратты түсіндірме жұмыстарын жүргізіп отырсыз. Сондықтан ісімізге береке берсін деймін. Рахмет. Келесі жолы кездескенше.